Сәлем баршаңызға, сіздерге медицинаны қарапайым тілде түсіндіретін түсінікті медицина каналы. Бүгін біз ораза ұстаудың адам ағзасына тигізетін пайдасы туралы қысқада нұсқа айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаның пайдасы адам ағзасына өте көп. Соның бірі қазіргі диетолог мамандардың айтатын интервал голодания дейді, аш қалу интервалы көптеген адамдарға ұсынып жатады. Бұл дегеніміз адам ағзасы 16-да 8 дейді, 16 сағат аш қалып 8 сағат тамақтану. Немесе 20-да 4 деп жатады. Осындай интервалменен адам ағзасының бір сәтке аш шығу, яғни демалуы. Біз ораза ұстаған кезде де 14-15 сағат аш жүретініміз белгілі. Ораза ең бірінші қант диабетімен ауыратын науқастарға өте пайдалы. Қазір көптеген ғалымдар осы қант диабетімен ауыратын науқастарға бір сәт аш шығу диетасын, интервалын ұстауды жөн көреді. Қант диабеті бұл ұйқы безінен бөлінетін инсулин гормонының салыстырмалы түрде жеткіліксіздігінен туындайды. Инсулин гормоны бұл ағзаға түскен глюкозаны өңдейді, яғни оны жасушаларға жеткізеді өңдеу арқылы. Егер де инсулин жетіспеген жағдайда, онда глюкозаның деңгейі мөлшері көбейеді. Немесе салыстырмалы жеткіліксіз дейді, яғни адам өте көп тағам қабылдағаннан глюкоза көп түседі адам ағзасына, ал оны өңдеуге инсулиніміз жеткілікті мөлшерде бөлінсе де шамасы келмей жатады. Ал енді осы диабетке қауіп-қатер факторларын айтатын болсақ, ол бірінші артық салмақ. Адам ораза ұстаған кезде денеге артық майлардың ыдырап, адамның артық салмақтан арылуына көмектеседі. Сондықтан қант диабетіндегі қауіп-қатер факторының бірі осы 40 жастан асқан тамақты өте көп қабылдайтын және салмағы көп адамдар болып табылады. Жалпы семіздік бұл көптеген аурулардың қауіп-қатер факторы болып табылады. Соның бірі жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары, яғни атеросклероз, қан тамырлардағы және де артериялық гипертензия дейді. Осындай көптеген аурулардың қауіп-қатер факторы. Адам бір уақыт ораза ұстаған кезде немесе аштық интервалын ұстаған кезде денедегі артық майлардың ыдырауы осы аурулардың алдын алады. Адамда холестерин көбейген кезде бұл холестерин қан тамырларға жабысып атеросклероз дамиды қан тамырларда. Қан тамырда атеросклероз дамыған кезде ол қан тамырлардың өткізгіштігі бұзылады және қанның қоюлығы арта бастайды. Бұл қан тамырдың өткізгіші бұзылды, яғни бұл жүрекке қанның жеткізілуі азаяды. Осы кезде адамда жүрек ауруы пайда болады. Көптеген инфаркттар, көптеген ишемиялық аурулар осы атеросклероздың дамуынан пайда болады. Ал осы жүрек қан тамыр жүйесінің қауіп-қатер факторлары, атеросклероздың қауіп-қатер факторларының бірі осы диабет, бағана айтып кеттік, артериялық қан қысымының жоғары болуы, семіздік және де бұл темекі, шылым шегу. Адам ораза ұстаған кезде шылымнан да тыйылады. Ал темекінің адам ағзасына зияны ол түсінікті деп ойлаймын бәрімізге. Сонымен қатар ораза бұл адам ас қорыту жүйесінің бір сәт демалуына және де ағза көптеген токсиндердің түсуінен қорғауға, көптеген тері ауруларына және де аш шығу кезінде адам денесіндегі ескі жасушалардың жойылып жаңа жасушалардың пайда болуына, жалпы алғанда адам ағзасының жаңаруына өте пайдалы. Қандай адамдарға ораза ұстауға болмайды? Ол жүктілік, емізетін аналарға, көптеген созылмалы аурулары бар адамдарға және де міндетті түрде дәрі қабылдау керек адамдарға және ауыр жұмыс істейтін адамдарға. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Видео өте пайдалы болды деген ойдамын. Ал оразаның тағы біз білмейтін қасиеттері ол тек қана бір Аллаға аян. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.